5 yıl almasınlar mene. Çok mu lan şimdi? Rенжіп тұрсың ба? Кішкене. Әпкеміз мына үйден көшірмесек сатылып жатыр екен ғой же. Осы Времянканың кішкентай ғана бір комнатасында 7 баласымен тұрып жатыр. 2 баласы интернатта. Ал, бисмилля, қуантуды жалғастырамыз. Әпке, саламатсыз ба? Қалайсыз? Жақсысыз ба? Әпке, алдындағыдан қарағанда кішкене жүзіңіз жарық болып жақсы болып қапсыз. Алла шүкір. Әпкеміз өз аяғын енді өзі басып жүр, шүкір. Кішкене сыйлықтар беріп еді. Допты кімге береміз? Доп. Кім алады? Садық? Садық. Мейраман осы болып тұрайын саған. Рахмет. 5 yıl almasınlar mene. Çok mu lan şimdi? Çiftler ұйымдастырмайсың ama не мынау? Айттық қой жаңа 5-шісін алыңдар деп. Келе ғой. Саған жетпей қалды ма? Кел. Кел. Ұялма, келе ғой. Кел мен. Жүрші. Бұл үйдің кішкентай, а? Кішкентайға кішкене сыйлық жетпей қалды енді. Ренжіп тұрсың ба? Кішкене. Ренжіп еткен жоқсың ба? Ой, саған сыйлықтың ең үлкені қарындасым. Харекет қайырымдылық қорының келесі кезекті баспанасы сіздерге. Рахмет. Алла разы болсын. Еңбектеріңіз. Еленді әпке қиындықтың бәрі артта қалды. Қарындасым, ұста. Міне, үйдің кілті саған. Анашым ай, көктегі күнде, көктемгі гүлде. 100 күнде 100 баспана жобасымен келесі кезекті үйіміз Укибаева Зухра ханымның отбасына табыстаймыз. Ой, жаным! Кім кішкентай, міне, ең үлкен сыйлықты осы алды. Енді әпке өзіңіздің үйіңіз болады. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Қандай? Мен қуаныштымын. Не күлерімді, не жыларымды білмеймін. Кішкентай қарындасымды көңіл күйін түсіргіміз келген жоқ негізі. 7 балалы ана өмірдің қиындығын көп көрсе де, міне, барлығы артта қалды. Кішкентай ғана баспанада енді тұрмайды, өзінің баспанасы болады. Оның барлығы Алланың және де дархан пейілді жомарт қазақ елінің арқасында. Ақ сүт берген анашым бар.